Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Мен сіздерді келе жатқан жаңа жылдарыңызбен құттықтаймын және бүгін сіздермен мерекелік дастарханның көркін ашатын салаттың рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен етімізді турап аламыз. Егер де ет қосқыңыз келмесе, өзіңіздің қалауыңызша окорочка қоссаңыздар болады. Одан соң жұмыртқамызды турап аламыз. Достар, осы тура менің рецептіммен істейтін болсаңыздар, сіздерде 5 порция салат шығады. Осылай сәбіздерімізді кубиктап турап аламыз. Картошкаларымызды да тураймыз. Және міндетті түрде соленый огурцыйды қосамыз. Соленый огурцыйымыз өте керемет, ерекше дәм беріп тұрады. Және соңынан ыдысымызға горохымызды және дәміне қарай тұзымызды саламыз. Әрине майонезімізді саламыз. Барлығын салып араластырамыз. Біздің салатымыз көріп тұрғандарыңыздай дайын. Енді мерекелік дастарханның көркін аштыру үшін әдемі етіп сәндейміз. Осылай тарелкамызға үстінен стаканымызды немесе басқа затымызды қойып, осылай айналдырып салаттарымызды салып шығамыз. Осылай қасығымыздың көмегімен барлығын тегістеп әдемелеп шығамыз. Осылай сырымызды кесіп алып, украшениелерді жасаймыз. Осылай жұлдыз тәрізді етіп кесіп алдым мен. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Өте әдемі көрік беріп тұрады салатымызға. Укропымызды осылай ұшын кесіп алып, салатымыздың бетіне әдемелеп орналастырып шығамыз. Біздің салатымыз елка тәріздес болып шығады сонда. Қараңыздар, достар, өте әдемі болып шығып жатыр. Салатымызды жай ғана тарелкаға салып қойсақ, достар, әдемі болып көрінбейді. Ал егер осылай әсемдейтін болсаңыздар,
өте әдемі болып шығады. Біздің мерекелік дастарханымыздағы салатымыз дайын. Барлықтарыңызға ас болсын.